тағы да айтам, ол Росатомның проектісі, ол Россия салады. Россия салады, Россия сатады, Россия владеть етеді мәңгілікке. Қазатомды Россия алып алды. Балқаштың маңайындағы бүкіл өндірісті Россия алып алды. Байқоңырды алып алды якобы арендаға деп, құдай біледі қанша теңге беріп атқандарын. Қазақстанда 3-4 полигондар бар олардың. Бүкіл өндірісті Россия алып алды. Қазақ салмайды оны, Россия салады. Қазақтардың зарлап атқанын түсінбей жатыр. Ол қазақ сала алмайды, қазақ қайтып салады, асфальт сала алмай жүрген деп. Осы жерде бір маңызды ақпарат айтқым келіп отыр. Өздеріңіз білесіздер, біздің билігіміз кез келген сайлауға мемлекеттік жұмысшыларды жұмылдырады. Әсіресе соның ішінде мұғалімдерге көп тиіп кетіп жатады. Осы орайда референдумге көмектесуге қатысатын мұғалімдерге айтқым келеді. Халықтың даусын ұрламаңыздар. Мына билікке халықтың даусын фальсификация жасауға көмектеспеңіздер. Өздеріңіздің ұстаз дейтін керемет атақтарыңызға күйе жақпаңыздар. Ар намыстарыңызды сақтаңыздар. Әйтпесе осы уақытқа дейін қаншама сайлаулар өтті, және де сол сайлауда жүйеге құлдай қызмет еткен мұғалімдердің басшылары, директорлар, білім басқармасындағы басшылар, әкімшіліктегілер, солардың қыспағының кесірінен көптеген мұғалімдер фальсификация жасауға мәжбүр болды. Соның кесірінен көптеген сайлаулар әділетсіз өтті, және де халық бүгін сол әділетсіз өткен сайлаулардың зардабын шегіп отыр. Ендеше құрметті мұғалімдер, осы референдумда халықтың дауысын ұрлауға көмек бермеңіздер. Билік қаншама қыспаққа қысып алып жатса да, халықтың дауысын ұрлауға көмек бермеңіздер. Керісінше осы халықтың дауысы адал берілсін деп соны бақылаңыздар. Бұл билік бір күні болмаса бір күні ауысады, ал сіз ішіңіздегі адамгершілікті өлтіріп аласыз. Және де ұстаз дейтін атаққа, ұстаз дейтін керемет абыройға бостан бос күйе жағып аласыз. Алла тағала кез келген адамды ұстаз етпейді. Ал егер сіз өміріңізде ұстаз болсаңыз, яғни Алла тағала сізді осы жолда адал қызмет етеді деп таңдады. Сондықтан да осы жолды тура жүріп өтулеріңізге тілектеспін. Тағы да айтам, кез келген жүйе, кез келген билік мәңгілік емес. Ал ішіңіздегі адами қасиет ол мәңгілік. Сіз бұл өмірден өтіп кетсеңіз де, ол адами қасиетіңіз жақсы болған болса, сізді айтып жүретін болады мәңгі бақи. Ал сіз адами қасиетіңізді жоғалтып халыққа опасыздық жасаған болсаңыз, бұл дүниеде жақсы болып көрініп кетсеңіз де, о дүниеде сіз жақсылық таппайсыз. Соны ойлау керек. Ал егер де бәрібір де қыспаққа көніп, халықтың дауысын ұрлауға көмектескен мұғалімдер болып жатса, соларға айтарым: өз үйлеріңізге келіп, өз балдарыңыздың көзіне қалай қарайсыздар? Өздеріңіздің балаларыңыздың болашақтарына балта шаппаңыз. Бұл жерде маңызды емес халық. Я десе АЭС салынсын, қарсылығым жоқ. Жоқ десе салынбасын, оған да қарсылығым жоқ. Бастысы референдум адал өтсін. Бұл жерде мен АЭСке қарсылық көрсетіп жатқан жоқпын. Бұл жерде мен осы жүйе, осы билік тұрғанда, осы АЭСтің салынуына қарсылық көрсетіп жатырмын. Соны түсіну керек. Алдағы уақытта, яғни бір керемет жүйе болып, керемет билік басшылар келіп жатса, АЭСті салсын. Бірақ та мына жүйе, мына билік тұрғанда, бұл АЭСті салу бізге өте қиын болады. Осы биліктің кесірінен бүгінгі күні біздің бюджетіміз, менің айтып отырғаным, бұл АЭСті салуға қауқары жетпейді. Өйткені біздің бюджетімізде дефицит болды. Соның кесірінен нацфондтан қаншама ақша алынды. Соның барлығын ойлап, мен айтып отырғаным, өз балаларыңыздың болашақтарына балта шаппаңыздар. Аман есен жақсы жүйе келіп, экономикамыз керемет болып көтеріліп жатса, сол кезде бұл сұрақты қайта ойланамыз. Өздеріңіз білесіздер ғой, бәрібірде елімізде 90 мың мемлекеттік қызметкер бар. Одан бөлек 110 мың әскери қызметкерлер бар. Тағы да басқа салада көптеген адамдар жұмыс істеп жатыр. Зауытта, көп жерде. Солардың барлығына біздің билігіміз приказ береді. Солардың жұмысшылары барып, көніп, бастары салбырап, я деп отчет беріп, өздеріңіз білесіздер, бастықтарына дауыс беріп келдім деп, дәл осылай бұл референдумды өткізіп жібереді. Менің айтқым келіп отырғаны,
бәрібір де билік өзінікін істейді. Бір затты айтса, соны салдырады. Мемлекеттік қызметкерлерден басқа барлық организацияларға приказ келеді бәрібір де. Жұмысшыларына айтыңдар, осылай дауыс берсін деп. Жұмысшылар амал жоқ, бастықтарын айтқанын тыңдап, жұмыстан айырылып қалмайын деп, барып иә деп дауыс береді. Дәл солай бұл референдум онды шешім тауып, билікке ыңғайлы болып өтіп кетеді. Соны түсіну керек. Бұл қу жүйені толықтай ауыстырып, билік басындағыларға люстрация жасамай, елімізде ештеңе өзгермейді. Атом электростанциясына байланысты президенттің жарлығы бойынша 6 қазан күні өтеді. Және де біздің билігіміз, сүйікті билігіміз осы референдум үшін 15 миллиард теңге жұмсамақ. Осыған қатысты неше түрлі ойлар айтылып жатыр. Неге осы референдумды электронды түрде өткізбеді деп. Соншама қаражаттың жұмсаудың не қажеті бар деп. Әрине, негізі электронды түрде өткізуге болатын еді. Блокчейн технологиясына негізделген электронды түрде өткізуге болатын еді. Блокчейн деген не? Блокчейн деген ол бірнеше блоктан тұратын технология. Яғни бірінші блокта электронды түрде сіз өзгертсеңіз, қалған басқа блоктарда ең бірінші дауыс берген нәтижеңіз сақталып қалады. Яғни фальсификация жасалғаны көзге анық көрінеді. Дәл осы технологияға негізделген Каспий KZ-тен немесе Егов платформасында кнопка жасап қоюға болатын еді. Бір ғана кнопканы басып дауыс беруге болатын қылып. Бірақ та бұл билікке тиімсіз, өйткені ол жақта фальсификация жасау мүлдем мүмкін емес. Ал біздің билікке фальсификация ауадай қажет. Өйткені өздеріңіз білесіздер, біздің қоғамда АЭС-ке қарсылар, менің ойымша, көп секілді, қолдайтындарға қарағанда. Сондықтан да қағаз жүзінде өткені оларға тиімді. Кез келген уақытта өздеріңіз білесіздер, баяғыдай кез келген сайлау сияқты фальсификация жасай салады. Және де сол блокчейн технологиясымен жасағаны қаражат жағынан да үнем болар еді. Сол технология негізінде жасап, Каспийге немесе Еговқа бір кнопка енгізіп қойса, әрі кетсе 1-2 миллиард теңге кететін болар осының жасауына. Ал бірақ біздің билік қағаз жүзінде жасап, және де әр ауыл аймаққа орнына қоюға, тағы да басқа мәселелерді жасауға 15 миллиард теңге жұмсамақ. Бұл менің ойымша үлкен ақымақтық. Бюджетті тиімсіз пайдалану деп ойлаймын. Және де осы блокчейн платформасында негізделген электронды дауыс беруге көшетін болсақ, біз мына орталық сайлау комиссиясындағы және де жергілікті сайлау комиссиясында отырған жұмысшылардың барлығын жұмыстан шығарып жіберуге болатын еді. Ол дегеніміз қаражатқа көп деген үнем болар еді. Өйткені олар сайлау болсын болмасын бостан бос айлық алып отыр. Сондықтан да бұл көптеген бюджетке жеңілдік болар еді деп ойлаймын.